ет салатын. Қазақтар ағаш табақпен еткен, мынаны көрген таң қалады бәрі. Соны апарып неменеге айырбастайды десем айтады, қойдың жүні, малдың терісі, малға айырбастайды. кепкен балық, құрт, жаңағы кепкен ет. В общем, солай кетеді екен. Ал мына Бытығай кесенесінің орнындағы кесене ол кезде сау болған ба? Бұл кесене 18 ғасырда частичное разрушение имеет деген тарихта. Мына Скребин деген орыстың елшісі Тәуке ханға келген, с визитом дейді. Сонда ол жазады, между ставкой хана и рекой Нура находится древний город деп. Сол кісі жазған, посол жазып кеткен. Енді кейінгілер айтады, ол жоқ олардың бәрі. Шипшін қалай ол 15-16 ғасырда көрген нәрсені олар қалай олар могли ошибиться. Не ошибиться, не могли ошибиться. Жазып кетті ғой. Иә, соны айтамын. Енді кейбіреулер жазады ғой бұл. Осыдан былай қарай қанша километр созылып жатыр дейсіз қала сонда? 6-7 шақырымға созылған. Ана жерден былай шығысқа қарай. Анау қарайып жатқандар бар ғой енді. Иә. Сол анау жақ, анау жақта қырда не тұр? Дәкөй неден қалаған саманнан ерте заманғы. Тоже мола. Иә, соған дейінгі барып тұрелген, соның ар жағында. Моланың аты қандай? Ұмытып қалдым. Иә, ол бар. Бұл кісі қайтқан, енді айтады, өтірік расын білмеймін, қажылыққа бар жатқан ерте заманда. Соның далада қайтып кеткен, жете алмай. Сосын бала шағалары сол жерге қонған, жеткен жерде. Содан қырдың үстіне салған. Мен осы бір ай ғана болды, бардым туристермен, Астанадан келді, турист емес, бір қыздар. Областной культураныкі бір туома. Сонда биттің іргесінен бұлай шатақпен қоршаған ескі биттер жатыр. Анау тұр, алды құлауға айналған уже. Сонда бір какой-то тас, қара тастар. Жылтыраған. Бір не, мынаған ұқсайды да. Полированный тастар дейді. Иә, сол көк тасылып, көк. Сол жерде жатыр астында көміліп. Сосын бір кусок жатыр екен, мен алып қарадым. Видимо, біреу сындырып алып тастап кеткен қайрадан. Енді қарасам, оның арасында былай полоска. Мына жердегі полоска сары, мына полоска қоңырқай, как нефть, мұнайдың бірдеңелер сияқты. Пропитанный сияқты, бірақ полоска. Сосын тастап кеттім орнына. Соны өзім де түсінбедім. Мен енді ар жағына барайық деген, Жәнібек хандықтың көрейік деп. Сосын бітей мәшинем барғасын астылар тиеді, жүре алмайсың. Аты жөніңіз кім аға? Амангелді. Амангелді. Жасыңыз қаншада? Мен ба? 66-тамын. Жас екенсіз аға. Молодой.